Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Еркебұлан Болатов YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бүгін бізде кезекті шығарылым, және біздің бүгінгі видеода 80% кәсіпкерлер жіберетін 5 қателік бойынша айтатын боламыз. Бұл қателіктерді мен өзім де жасадым, өмірде көріп жүрген достарым да жасады. Жалпы бүкіл кәсіпте жүрген кісілер осы қателікті жасайды. Болашақта бастайтын кісілер де жасауы мүмкін. Сол үшін де қазір осыны көріп алыңыздар, жазып алыңыздар, және де болашақта өте қатты сіздерге пайдасын тигізері анық. Видеоны соңына дейін көріңіздер, бүкіл алған инсайттарыңызды жазып алыңыздар, және де өмірлеріңізде қолданыңыздар. Қолданылмайтын білім ол адамға еш пайдасы жоқ. Менің есімім Еркебұлан Болатов, Қазақстанда номер 1 сағат бренді Абыройдың иесімін, және де Rich Natures компаниясының акционерімін. Айлық оборотым 100 миллион теңгеден асады. Зерттеулерге сүйенетін болсақ, кәсіп ашылғаннан кейінгі 80% кәсіп бірінші жылы жабылып қалады. Ал қалған кәсіптер екінші немесе үшінші жыл жабылып қалады. Себебі көп бизнесті бастаған кезде олар дұрыс стратегиямен, дұрыс білімсіз бастайды. Сол үшін де ең бірінші жіберетін қателік кәсіпкерлердің ол бизнесті ашу үшін, бизнесті жетістікке жеткізу үшін ақша керек деген ой. Және де бұл ой 100% қате. Неге десеңіздер, бизнесті жетістікке жеткізу үшін, бизнесті оборотты көбейту үшін, компанияны өсіру үшін бірінші кезекте ақша емес, бірінші кезекте ол білім керек, яғни қабілет керек адам. Адамда қабілеті, білімі болмаса, ол салада қанша ақша құйса да, қанша инвестиция тартса да, тупо кредит алса да, ол адам бизнесі успешный болмайды, яғни ақша еш көмектеспейді оған. Сол үшін де бірінші кезекте қабілеттер болу керек. Ал қандай қабілеттер болу керек? Ең бірінші қабілет ол сен кірейін деп жатқан бизнесқа, мысалға, сен мебельный цех, мысалы, мебельный бизнесқа кірейін деп жатсың. Яғни сен сол бизнесқа кірердің алдында ең бірінші кезекте сол нишаның, осы бизнестің маркетингі қалай жұмыс жасайды, қалай сатып жатыр, рилс қалай түсіріп жатыр, реклама қалай жасап жатыр. Сен осы бизнестің толық бренд маркетинг, контент маркетингін үйренуің керексің. Екінші кезекте саған керек қабілет ол сату қабілеті. Мысалға сенде клиенттің сенің рекламаңды көргеннен соңына дейінгі жолын білмесең, то сенде қай жерде жөндеу керек, қай жерде утечка кетіп жатыр, қай жерде сенің рекламаңда мүмкін слив болып жатуы мүмкін, мүмкін сенің командаңдағы адамдар сата алмай жатуы мүмкін. Осындай утечканы сіз көре алмайсыз. Сол үшін де сіз клиент рекламаңызды көргеннен сатып алғанға дейінгі толық жолын көріп жазып шығуыңыз керек. Үшінші бізге керек қабілет ол продукт жайлы толық білу, продуктты жақсы көру және керек продуктты нарыққа беру. Мысалға көбісі бүйтіп айтады, бизнеста ең бірінші кезекте маркетинг болса болды. Бизнеста продажа, продукт не важно, бәрінің сияқты товар сата берем. Бірақ та ол менің ойымша дұрыс емес ой. Егер де сенің сатып жатқан товарың немесе продукттың сапасыз болса, мүмкін сен бірінші продажаңды жасау мүмкінсің. Мүмкін сен біреуді алдап сату мүмкінсің. Бірақ та ол бизнеста сенде екінші рет сол адамға сата алмайсың. Ал егер де сенен клиенттер екінші рет товар сатып алмайтын болса, то сенің бизнесіңнің өмір сүру уақыты ұзақ емес. Қысқа уақыттың ішінде бизнесің жабылып, нарықта барлық абырой болсын, компанияның бренді болсын, өте қатты зардап шегеді. Сол үшін де біз үшінші кезекте продуктты дамыту, продуктты білу қабілетін дамытамыз. Екінші кәсіпкерлер жіберетін қателік ол кірейін деп жатқан нарықты зерттемеуі, немесе сол нишаға тест жасамау, бірден көп ақша құя салу. Мысалы алып келейік. Мен Сен деген проектті жасап жатқан кезде мен нишаны тексермедім қатты. Яғни азыздан сатпадым. Мен алдында не істедім? Бірден қалай производство қалай болады, бизнес қалай жүреді, соның барлығын біліп алдым. Екінші кезекте мен алдымда тупо досымның атына 1 миллион теңге рассрочка жасадым. Сол 1 миллион теңгені алдымда бүкіліне товарға закуп жасай салдым. Мен офиста отырмын. Деп қараймын, товарлар толып тұр. Товардың бетіне қарап жүрдім, бірақ продажа жоқ. Неге? Себебі мен бүкіл ақшамды, бүкіл кредиттен алған ақшамды алдымда товарға салып қойдым. Бизнес жүру үшін маркетинг бар, бизнес жүру үшін командаға ақша керек. Мен оған мүлде фокус бөлмедім. Мен алып бірден үлкен ақшамен кіре салдым. Сөйтіп уақыт өте келе мен түсіндім, что бизнеста тест жасамай, аз бюджетпен реттемей, білмей продажа қалай болатын, сен бүкіл ақшамен кіре салсаң, сен қадаласың. Соңы нашар болады. Мен сол затты қабылдадым, мен опытымда болды. Сол үшін де кірейін деп жатқан нишаға анализ жасаймыз. Анализді қалай жасаймыз? Жай ғана аламыз да реклама жібереміз. Фейсбукпен немесе тиктокпен. Реклама жібер, как минимум $50. Одан кейін сен түсінесің. Бұл бизнесқа кіруге стоит,
бұл бизнесті дальше өсіру үшін жаңа қабілет бәрі жетіп тұр, ақша керек емес. Сен осыны түсінгеннен кейін барып қана сен дұрыс шешім қабылдай аласың. Бизнесқа тест жасамай кредиттің ақшасымен кіре салу ол өте үлкен қателік. Кәсіпкерлер жіберетін үшінші қателік ол бизнесқа ұзақ план құрмайды. Ол не істейді? Ол 1 жылға план құрады, 6 айға план құрады, айтады. Менде кезінде сондай болған. Мен бүйтетім. Қазір 6 ай жұмыс жасаймын, 6 ай реплика AirPods сатамын. Үштемде мен Дубайға ұшып кетемін. Үштемде мен қыдырамын. Болды. Менің мақсатым сол ғана. Кішкентай мақсат. Мен компанияны өсірем, сотрудниктар санын көбейтем, оборотты үлкейтем деген мақсат жоқ. Мен жай ғана өзімнің белгілі бір iPhone аламын, Дубайға барамын деген сияқты хотелкаларым үшін ғана жұмыс жасау. Бұл не серьезно. Бұл бизнесті өсірмейді. Біз не істеуіміз керек? Біз бизнесқа кем дегенде 3 жылға жоспар құруымыз керек. Әр жылға план қойылады. Мысалға, осы жылы оборотымызды 0-ден 10 миллион теңгеге дейін көтеру. Үлкен мақсат керек емес. Бастапқы кезде кем дегенде 10 миллион теңге нормально. Ал екінші жылы біз компаниямызды 100%-ға өсіреміз. Яғни 2 есе. Мысалы, қазір 10 миллион оборот жасап, екінші жылы 20 миллион оборот жасау. Ол жаман емес, өте жақсы. Және де бизнес алдыға ұзақ мақсат қою арқасында жақсы дамиды және де өседі. Мысалы, біздің компаниямыздың абыройдың жүріп келе жатқанына, өсіп келе жатқанына 9 жыл болды. Ал мен компания сатып алғаныма 2 жыл болды. Және де бізде нақты жоспар бар. Біз қай елге шығамыз, қандай дизайнмен шығамыз, алда уақытта оборотымызды қалай өсіреміз, қандай маркетинг қолданамыз. Оның барлығы бізде план жазылған. Соның арқасында біздің команда біледі, не керек екенін, не жасау керек екенін, қандай задача берілетінін. И соның арқасында біздің бизнес Аллаға шүкір қазір өсіп келе жатыр. Төртінші қателік кәсіпкерлер жіберетін ол адамдармен дұрыс жұмыс жасай алмауы. Мысалға, сен бір бизнесқа кірдің, жүргізіп жатсың. Сенде дұрыс сотрудникті жұмысқа ала алмайсың. Себебі сен қандай адам таңдау керек екенін білмейсің. Сен адамдарды сезбейсің. Сен адамдармен бір сөйлем айтқанда, қарапайым тілмен айтқанда жұмыс жасай алмайсың. Және де бұл өте үлкен минус. Сіздер командамен қалай жұмыс жасау керек? KPI система қалай қою керек командаға? Команданы қалай мотивировать ету керек? Командаға қалай тимбилдинг жасау керек? Жалпы компанияның құндылығы қандай? Сіздер осыны компания ішінде қалыптастыруыңыз керек. Сол сәтте сіздің бизнесіңіз жүреді. Себебі кез келген жетістік адамдар арқылы келеді. Кез келген үлкен бизнес тек қана командадан тұрады. Бесінші көп кәсіпкерлер жіберетін қателік және де мен де жіберген қателік ол тиімділікпен жұмыс жасамау. Яғни көп компанияда адамдарды байқаймын. Бізде 100 миллион оборот, бізде 150 миллион оборот, бізде 200 миллион теңге оборот деп үлкен обороттармен сөйлейді. Бірақ та компания таза пайда өндірмейді. Тек қана сатты, бүкіл расходтарды жапты, сатты, бүкіл расходтарды жапты. Компания өспейді, таза пайда жоқ себебі. Және де сол бизнесті ашқан адамның да өмір сүруі өзгермейді. Себебі бизнес тиімсіз. Көп сотрудник жұмысқа алынады, маркетингке көп ақша кетеді тиімсіз. Мысалға, товарға наценка дұрыс қойылмайды, маржасы төмен бизнеспен айналысады. Соның кесірінен, таза пайда болмаған кесірінен компания жабылып қалады. Мен сіздерге айтарым, бизнесқа кіретін кезде міндетті түрде маржасына қараңыздар. Себебі сіздің болашақ тамағыңыз, сіздің көлігіңіз, сіздің үйіңіз, сіздің шетел аралауыңыз ол компанияға кіретін ақша минус компанияның барлық шығындары тең қалған ақша ол осы сіздің өміріңізді жақсартуға, өміріңізді өзгертуге әсер ететін ақша. Сол үшін компанияның таза пайдасына өте қатты мән береміз. Жалпы осы қателіктерді жасаған кесірінен басында айтқандай 80% кәсіп алғашқы жылы жабылып қалады. Сіздер осы қателікті жасамаңыздар және де осы успешный 20% компания, успешный 20% адамдар қатарына қосылуларыңызды тілеймін. Егер де бизнестарыңызға анализ жасап, менен ақыл кеңес, опытымды алуларыңыз келсе, онда менің консультацияма жазыла аласыздар. Консультацияға жазылу үшін описанияда сілтемеге өтіп, анкетаны толтырсаңыздар жеткілікті. Егер видео ұнаса, видеоға лайк басыңыздар, каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар, себебі сіздердің сандарыңыз өскен сайын осындай сапалы, пайдалы видеолар саны өте көп болады. Және де комментарийға өздеріңіздің ойларыңызды жаза кетіңіздер. Достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сіздерге үлкен рахмет.